Боулинг тарихы 1000 жылдықтан басталатын ежелгі ойындардың бірі. Бұл күнде заманға лайықталған спорт түрін серік еткен жандар жетерлік. Жуырда Алматы қаласында боулингтен журналистер арасында жарыс өткен болатын. Енді сол додадан көрермендеріміз материал дайындап жіберген екен, назар салайық. Жарысқа Талдықорған мен Алматы қалаларынан 3 командадан барлығы 6 команда қатысты. Бұл шараның атауы жарыс болғанымен, негізгі мақсаты журналистер арасындағы әріптестікті нығайту, әрі оларды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Журналистердің айтуы бойынша, мұндай спорттық шаралардың пайдасы зор. Бұл ойынның енді спорттық денсаулыққа пайдасынан өзге, бұның пайдасы жаңағы адамдармен бір-біріне байланыс. Мысалға Талдықорғандағы журналистер осында келіп жатыр, 15 адам болып, сол 15 адам осы жақтың 15 адам қыз-жігітімен танысып, білісіп, бір алаңда доул ақтырып, ойнап күліп, бір көңіл көтеріп жатыр. Мұның өзі бір жағы демалу, бір жағы әріптестік байланысты нығайтады. Қаламды серік еткен жандардың ақпарат айдынында ғана емес, спорт алаңынан табылуы қоғамның өзгеруіне оң әсерін тигізеді. Себебі бұқаралық спортты дамыту, дені сау ұлт қалыптастыруға негіз болады. Халқымызда сөз бар, бойда қуат болмаса, ойда қуат болмайды дейді. Енді мына ой еңбегімен жұмыс жасайтын адамдар осындай спорттық шараларға қатысып, бойына қуат жинау бұл тың серпін береді, рухани жағынан түлеуге, екінші жағынан әріптестікті арттыруға өте жақсы. Жалпы Абай атамыздың да сөзі бар, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек дейді. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жар емес жақсы демек дейді. Яғни біздің ойымыз қуатты болу үшін ылғи да осы спортпен айналысу керек. Жарыс соңында жеңімпаздар марапатталып, білімді арттыруға арналған сұрақтарға бірінші болып жауап берген тілшілер бағалы сыйлықтарға ие болды. Ұйымдастырушылар шараның жоғары деңгейде өтуіне демеушілік жасаған Ербол Азамбек, Еңлік Ағдәулет, Дулат Қастекеев сынды азаматтарға алғыстарын айтты. Сондықтан болашақта шарапатты шараның ауқымын кеңейтіп, басқа да өңірлердің өкілдерін шақыру көзделген. Жасұлан Наурызәлі, арнайы елден хабар үшін.